Сәлем құрметті көрермендерім. Әсемгүлдер каналына қош келдіңіздер. Бүгін 6 шілде. Қиярымды байлайын деп жатырмын. Күн шықпай жатыр, жаңа ғана күн қайттан шығып кетті. Бірақ сіздерге көрсетіп жіберейін қалай бастап байлайтынымды. Далада қиярларды мен көбінесе айттым ғой сіздерге. Кейбірін алсам, кейбірін алған жоқпын деп. Мысалы мына жерлерде өсіп кетіпті. Дегенмен байлауым керек. Жайлап мұртшаларын алып бастап жатырмын. Мұртша дейм тұрамыз, мынаусы міне қазір көрсетейін. Бұл неге алып жатырмын, себебі жаңа қиярым тез шықсын деп. Енді бұған дополнительно не кетпесін деп. Қалай айтып жатырмын, күш кетпесін деп. Шығуына қиярының. Міне тағы да мына жерде тұр. Яғни бүкілінің несін алып шығамын. Мұртшасын. Бұл байлауға да кейбір жерлерін байланып тұрғандарды тиіспеймін, ал мысалы байланбай тұрғандарды оларды алып тастаймын. Мына жерде тұр мысалы. Осылардың барлығын алып тастаймын да, және де мысалы қазір көрсетейін. Мынаның ең бас жағы, мынаны жоғарыға көтеруім керек былай. Сіздерге көрініп тұр ма қиялар? Көтеруім керек мына жерге. Мынаны тоқыма жіпті алдым. Сол жіппен міне көтеріп осылай байлаймын. Міне байладым. Қанша дегенмен жерде әртүрлі инфекция болады, тарағандар болады деген сияқты. Сол себептен мен кішкене осылай көтеріңкіреп қойдым. Мынандай сарғайып кеткендер болса, оларды қиып тастау керек тұр. Сіз көрдіңіздер, міне қараңыздаршы, міне жерге түскені сарғайып кеткен. Именно жерге түскен жері міне сарғайып кеткен, сол себепті бұларды алып тастаймыз. Және тағы сарғайып кеткені бар еді ғой. Бұларын уже қияр болып жатпайды. Сол себептен алып тастаймыз. Және де келесін сөйтіп жалғастыра береміз. Қазір сіздерге көрсетейін. Мысалы, мынада сол. Көрдіңіздер ме? Мынаны жоғарыға осылай байлаймын. Себебі барлығы жерге түсіп жатыр. Жерге түскесін қанша дегенмен жердің дымқылдығы қиярларымызды бүлдіреді. Мына мұртшаларын алып тастаймын. Алуға да болады сіздерге, алмай қойсаңыздар да болады. Мен өзімнің сіздерге қалай істеп жатқанды тек қана көрсетіп жатырмын. Міне осылай алып тастаймын да, мынаны тек мына жоғарыға. Кәмді үстіне тағы да жіп керем. Осылай үстіне ғана көтере қоямын. Осылай мынаны тек былай сала қоямын. Себебі желмен қайттан құлатып тастауы мүмкін. Және де әр жағына барлығын сөйтіп байлап шығып, қазір сіздерге соңында қалай болғанын көрсетемін. Және де міне ең астыңғы жапырақтарын міне қарап тұрсаңыздар, осылай алып тастадым міне. Яғни мынандай жағы шыққан нелер болса да керек емес, бұлардың бәрін алып тастаймын. Су тимесе болды, самое главное, ең бастысы. Су тисе, қанша дегенмен аурудың бәрі жаңағы қиярымызды ауру қылады. Міне аст жағындағысын алып тастадым. Мынаны алып тастадым. Міне, сосын сіз алдында айтқандай, ең соң қиярды да алып тастаған жақсы. Мына жерде көрдіңіздер ме? Тиін кепті, мына тағы көтеруім керек. Міне осылай байлап жатырмын. Яғни ол әрғай өзі мініп кетсін деп міне. Осылай барлығын байлап шыққасын соңында сіздерге суретін салатын боламын. Канал жазылуды ұмытпаңыздар, және де жазылғанның оң жағында қоңыраушы бар, сол міндетті түрде басыңыздар. Жаңа түсірімдер болады. Солай, ертең қияр жинау бастаймын. Қиярларым жайлап пісіп жатыр. Қияр жинауды ертең бастаймын бүгінше. Сосын байлауды бітіруім керек, себебі ішіне мүмкін емес. Былтыр осылай жіберіп жаңа барлығын айта кетейін сіздерге. Арасын қияр жүрген астына бақалар жүр. Бақадан білмей өзім жаман қорқамын, не екен. Сосы бақалар жүрді. Бір жағынан адамға неприятно, жағымсыз ғой. Ыңғайсыз, мысалы қияр алып жүрген астында бақа жүрген. Өзім жақтыртпаймын, сол себепті осылай кішкене көрініп тұрсын деп байлап қойып жатырмын. Солай.